Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бірге бауырсақ дайындайтын боламыз. Бауырсақтар өте нәзік, үлпілдек, өзінің формасын ұстайтындай нәзік бауырсақтарды дайындаймыз. Бұл рецептті мен өзім көптен бері қолданып жүрмін. Жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды, жылы сүтімізді қосамыз және бір жұмыртқамызды жарып аламыз. Дәміне қарай тұзымызды және ашытқымызды салып араластырамыз. Оның үстіне 2 ас қасық қантымызды және 2 ас қасық сұйық майымызды қосып, дайын болған қойма жүнімізді араластырып аламыз. Мен ұнды алдын ала еліктен өткізіп дайындап алдым. Ұнымызды біртіндеп қосып, жайлап қамырымызды илей бастаймыз. Қамыр иленген кезде өте сұйық болуы мүмкін. Ол кезде сіздер ұн қолыма жабысып жатыр деп ұн қосудың қажеті жоқ. Қайта қамырымызды қолымызбен ұзақ уақыт илей беретін болсақ, бауырсағымыздың арасы үлпілдек, нәзік болып шығады. Үстінен белгіленген мөлшерден артық ұн қоспаңыздар. Бауырсағымыздың арасы болмаса тығыз болып қалуы мүмкін. Мен қамырды лопатканың көмегімен иледім. Маған солай ыңғайлы болды. Лопаткаға қамыр қатты жабыса қоймайды, сондықтан илеген оңайырақ болады. Қамырымызды жақсылап илеп, ұзақ уақыт илеп, қолға жабысатындай сондай қамыр болып шығады. Бетін жауып, ашығанша бөлме температурасына қойып қоямыз. Ашыған қамырымызды алып, жерге ұн сеуіп аламыз да, соның үстіне қамырларымыздың бәрін тастап, жайлап қамырды басып алмай, ұн сеуіп, оқтаумен жаямыз. Мен барлық бауырсақтың тестасын бәрін бір жая салдым. Мына жерге жайлап қамырымызды басып алмай, оқтаумен жайып шығамыз. Қамырларымыздың бәрін жайып алдыңызда формамызбен кесеміз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кесесіздер. Мен домалақ етіп кестім. Бауырсақтарыңыздың қалыңдығы қатты қалың болмасын, болмаса арасы піспей қалуы мүмкін. Міне видеода көрсетілгендей етіп осылай қалыңдықта жасадым мен. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша жасайсыздар. Бауырсақтардың бәрін қатарға қойып шығып, бетін жауып қоямыз. Болмаса кеуіп кетуі мүмкін. Майымызды қыздырып алып, бауырсақтарымызды жайлап шетіне салып, пісіре бастаймыз. Майды қатты отта қоюға болмайды, болмаса арасы піспей қалуы мүмкін. Орташа отта қоямыз. Тезірек айналдырып, екі бетін тез пісіріп шығамыз. Бауырсақты майға салған кезде қозғап тұрған дұрыс болады, өйткені май жан-жағына тиіп, бауырсақтарымыз тез піседі. Мен екінші партия бауырсақтарымды да пісіріп жатырмын. Өте үлпілдек, пышный болып пісіп жатыр. Сіздер де осы рецепт бойынша жасауларыңызға кеңес беремін. Дәмі енді күшті болып шығады. Бізге балаларға бәріне ұнады. Өте нәзік, дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.